Қазақ халқының ұлттық ойындарының ішінде асықтың алатын орны ерекше. Асық төрт түлік малдың тілерсегінде болатын буынға біткен шымыр сүйек. Қой, ешкі, сиыр, түйе асықтары үлкен кішілігіне қарамастан пішіндес, мүсіндес болып келеді. Ал жылқы асығының пішіні басқаша болып келеді. Асықпен хан талапай, шеңбер және үш табан деген асық ойындары ойналады. Асықтың алшы, тайкы, чек, бүк, оңқай, солақай, сопай, чыңқай және сақа деген түрлері бар. Сақа асықтың ең үлкені және шымыр түрі. Сақаны үлкен еркек қойдан немесе текеден және үлкен серкелерден алынады. Қазақ халқының шаруашылығы мал шаруашылығымен байланысты болғандықтан ұлттық ойындардың көбі осыған сәйкес келеді. Әсіресе қойды көп өсіргендіктен балалардың ойындарының көбі осы қой асығына байланысты болып келеді. Сондықтан да қазақ халқының ұлттық ойындары осы асық ойыны ежелгі қазақтың дәстүрлі ұлттық ойындарының бірі болып табылады. Асық ойынын қазақ халқы балаларға бала жастан үйрете бастаған. Бала туылмай тұрып, тіпті сәбидің ойнайтын асығын бала іште жатқанда бастап әке-шешесі жинай бастайды. Асық қазақ халқы үшін өте қастерлі ұғым. Асық ойынның тәрбиелік мәні зор. Асық ойыны балаларды ұстамдылыққа, байсалдылыққа және дәлдікке тәрбиелейді. Олардың жүйке жүйелерін шыңдайды. Асық ойынның еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін ойнайтын түрлері бар. Асық ойыны туралы сөз қозғаудан бұрын асыққа деген қазақ халқының көзқарасын айтып өткеніміз дұрыс. Асық қазақ халқы үшін, біздің ұлтымыз үшін тек қана малдың немесе аңның жай ғана сүйегі деп қарамаған. Асыққа байланысты қазақ халқында көптеген ырымдар және салт жоралғылар бар. Мысалы үшін 6 жыл аш болсаң да асық етін мүжіме деп балаларға асықты жіліктің етін жегізбеген. Қасқырдың асығын өзіңмен бірге алып жүрсең, ол көз сұқтан, ұшықтан, бәле-жаладан сақтайды деген ұғым бар. Тіпті атыс шабыс болып кетіп жатса, оқтан да қорғайды деген ырым қазақ халқының арасында кең тараған. Ежелгі қан сайлауында қой асығы демеңіз, қолыңызға түссе сақа қой, асығы алшысынан түсті, бүге шігесіне дейін деген осы сөз тіркестері бекер айтылмаса керек. Ертеде халық арасында асық үйіріп болжайтын наным сенім болған. Асықтың алшысынан түсуі ол жолаушыға ақ жол, аңшының қанжығасы майланды, аңшыға олжа деп өздерінің ойлаған істерінің оңға басқандығын межелеп отырған. Тіпті үлкендер асық иіру арқылы шешілмеген дауларды шешіп, ымыраға келіп отырған кездерде болған. Сондықтан алшысынан түскен асық, мінекей осындай алшысынан түскен асық, ол жоғары бағаланып келген. Асықтың алшысынан түсуі күтпеген мүмкіндік, тіпті жеңіске жетелейтін жақсылықтың белгісі ретінде бағалаған. Сондықтан қазақ халқында асығың алшысынан түссін деген бата тілектеріміз бар. Қазақ халқы асықты қасиетті санаған. Ұл бала туса, бесіктің басына бөрінің асығын ілген. Ондағысы бала тіл көзден аман болып, шымыр, қайратты болып өссін деген мағынаны білдіреді. Ал қыз бала туса, бесігінің басына еліктің асығын іліп қойған. Ондағысы қыз бала сұлу, көрікті, бойжеткен болып өссін деген мағынаға сияды. Және де қазақ халқында ертеректе келіні құрсақ көтерген кезде атасы мен әжесі асық жинай бастайды. Ондағысы немересі ұл болсын деген мағынаны білдіреді. Және де келінім көз сұқтан аман болсын, аман есен босансын деген мағынаны білдіреді. Менің де кішкене кезімде әкем мен шешем ағаларыма көптеген асықтар жинап бергенін өз көзіммен көрген болатынмын. Тіпті анам
жібін иіріп болып, соны бояған кездегі бояған суға асықтарды салып, түрлі түсті бояулармен асықтарды бояп шығаратын. Сонан кейін дорба-дорба асықты ағаларыма солай жинап бояп беретін. Ежелгі қазақ халқында қой асығы демеңіз, қолыңызға түссе сақа қой, жасы кіші демеңіз, ақыл аса дана қой деген осындай нақыл сөз бар. Бұл қазақтың болашағынан күттірген балаларға айтылатын сөзі. Баланы жасытпай, оған сеніммен қарасаң, болашақта халқының жоғын жоқтайтын азамат болып өседі деген мағынаға сияды. Қазақ халқы жан-жануарлардың сүйектеріне деген өздерінің көзқарасы ерекше болған. Мысалы, жауырынға қарап бала ашу, кәріжілікке байланысты ғұрыптар және қыз балаларға құймышақ, тоқпақ жілік ұстатпау, ал ер балаларға асық жілік етін жегізбеу деген сияқты ұғым, наным сенімдеріміз, ырымдарымыз бар. Асық туралы зерттей келіп, біздің Әдемі-ай компаниясы да асықтың алшысынан түсуі ол сәттіліктің белгісі ретінде асығың алшысынан түссін деген көптеген сан алуан кәдесый бұйым түрлерін жасадық. Мінекей осы кәдесыйлардың барлығы асығың алшысынан түссін деген кәдесый. Бұлардың барлығы үлкенге де кішіге де сыйлайтын тамаша кәдесый бұйымдар. Бұлар арқылы да біз ұлттық салт-дәстүрге және асықтың қасиетін насихаттауға халық арасында азды көпті үлес қосып жатқан жағдайымыз бар. Асық көнеден бері жоғалмай келе жатқан ерекше зат. Ол қазақ болмысына сіңген дәстүрмен тәжірибе іспеттес. Қазақ болып өзін ұмытпау үшін қазақтың осы атадан балаға жалғасып келе жатқан ұлттық салт-дәстүрін халық арасында кең насихаттауымыз керек. Осы асық ойынын қазіргі заман ойын құралдарына айландыруымыз керек. Меніңше осы асық ойындарын күнделікті тұрмысқа енгізе алсақ, сонда балалардың, жастардың қазақ халқының салт-дәстүріне және мәдениетіне деген көзқарасы артары сөзсіз. Қазақ халқының салт-дәстүрлерін және асықтың осындай киелі қасиеттерін білгілеріңіз келсе, менің Бахаргүл Төлеген атты YouTube каналыма тіркеліп, лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Бахаргүл Төлеген. Назарларыңызға рахмет.